Мен Асанхан Алтынай Қанатқызы. Шымкент қаласы номер 60 жалпы білім беретін мектебінің 6-жы сынып оқушысымын. Менің сүйікті пәндерім қазақ тілі және де ағылшын тілі. Мен бос уақытымда сурет саламын, тігін тігемін, тоқыма тоқимын және де билеймін. Анама көмектесіп тәтті тағамдар дайындаймын. Мен оқушының қабілетін, ашылмаған қырларын, сондай-ақ оқушының болашақ мамандығын таңдауға көмектесетін республика бойынша іске қосылған қабілет қызмет платформасын айтқым келеді. Оқу жолының басында платформаға тіркеліп, тестілеуден өткен болатынмын. Нәтижесінде өзіне қатысты қызықты мәлімет пен кеңес алдым. Тест тапсырмалары мұқият орындауды, шеберлікті, логиканы қажет етеді. Тапсырмалар оқушының жан-жақты қабілеттерін анықтауға бағытталған. Тестілеу нәтижесін ата-анам және жетекшім ескере отырып, қабілеттерімді одан әрі дамытуға бағыт-бағдар берді. Мен өзімді жан-жақты дамытудамын. Мен кез келген тақырыпта, мерекелік іс-шараларда сурет салып, безендіру ісіне белсенді қатысамын. Көркем еңбек сабағында жаңа бұйымдар тігіп, тоқыма тоқимын. Өз бетінше ізденіп, тағам түрлерін пісіріп, үйреніп жүрмін. Сыныпта жетекшіме көмектесемін. Іс-шараларда белсене қатысуды ұйымдастырамын. Сонымен қатар достарыммен бірге қыдыру, көпшілік ортада болу маған қуаныш сыйлайды. Асанхан Аружан марапатталады. Мен болашақта адам жанының арашашысы дәрігер болғым келеді. Дәрігер адамның тәнін ғана емес, жанын да емдей алатын жанашыр болу қажет. Өйткені жылы көңіл, жылы сөз де адамды емдейді. Мен қабілет платформасында тест тапсыру арқылы өз қабілетімді жетілдіруге және үйренуге тиіс дағдылар туралы ой түйдім. Мұндай тестті әрбір бала өту тиіс деп ойлаймын. Барлық бала қабілетті, ашылмаған қабілеттерді анықтауға қабілет қызмет платформасы көмектеседі. Қабілеттерімізді бірге дамытайық.